Баршаңызға сәлем достар. Тарих пәнінен сәуір, шілдеде келген квалтест сұрақтарын ұсынамыз. Видео ұнаса каналға жазылып, өз әріптестеріңізбен бөлісіңіз. Сұрақтар WhatsApp желісінен алынған. Бірінші нұсқа, мәтін, ұжымдастыру мен бірінші дүниежүзілік соғыс. 1. Ежелгі адамдар микролиттен ұзындығы 1-2 сантиметрлік ұсақ тас құралдар жасауды үйренген дәуір. Жауап кейінгі мезолит. 2. Қаңлылар кейін осы қағанаттың құрамына қосылды. Түрік. 3. Қаңлылар туралы алғашқы деректер кездеседі. Біздің заманымыздан бұрын 2 ғасырда. 4. Біздің заманымыздан бұрын 165 жылы Юэ-Чежи тайпаларын біржолата жеңген ел – ғұндар. 5. Мұрагерлер тәрбиелеу үшін арнайы қамқоршылар тағайындалды. Атабек. 6. Қытай деректері бойынша түркілер мекендеген тау – Алтай. 7. Биліктің қосарлы немесе тең құқықты қосарлы жүйесі қалыптасқан мемлекет – Қарахан. 8. Тарих ғылымында Ұлы Жібек жолының тұрақты жұмыс істей басталуы деп есептелінеді. Біздің заманымыздан бұрын 2 ғасырда. 9. 1218 жылы Отырар қаласын қоршап алған Шыңғысхан ұлдарының бірі Шағатай. 10. Ақ Орда аумағының біртіндеп қалыптасып кеңеюіне ықпал еткен жағдай – Алтын Орданың әлсіреуі. 11. Шыңғыс хан шығыста Амурадан, батыста Амударияға дейінгі аумаққа өз билігін орнатты. Жауап 1224 жылы. 12. 15 ғасырдың соңына қарай қазақтар мен моңғол және шайбанилер арасында күрес жүрді. Сырдария бойындағы қалалар үшін. 13. Қазақ сөзі толықтай қазіргі қазақ халқының атауына айналды. Ұрысхан ұрпақтары тұсында. 14. 16 ғасырдың бірінші 10 жылдығында қазақтар қарсы бағытталды. Сырдария бойындағы қалаларды қаратуға. 15. 1728 жылы қазақ жасақтарын ірі жеңіске жеткен шайқас. Бұланты. 16. Аға сұлтандыққа шыққан тегі Шыңғыс әулеті емес адамдар да сайлана алатын болды. Жауап 1854 жылы. 17. 1867 жылы Сырдария мен Жетісу облыстарын басқару туралы уақытша ережеге қол қойды. 2. Александр. 1918-1917 жылдары ұлты орыс қазақ халқының мүдделерін қорғаған мемлекеттік дума депутаттары Т. Седельников, Н. Скалозубов. 19. 1928-1932 жылдары көршілес республикалар мен шет елдерге қоныс аударуға мәжбүр болған қазақтар саны 1,5 миллион. 20. Әлікей Марғұлан туралы әкесінің ықпалы мен бала кезінде араб, парсы тілін қызыға оқып, Хафиз, Сағди, Науаи өлеңдерін жатқа айтты деп келеді. Қаныш Сәтпаев. 21. 1935 жылы Қазақстанның өткені деректері мен құжаттары атты кітабы жарық көрген көрнекті тарихшы ғалым Асфендияров. 22. Днепр үшін шайқаста қазақтар арасында ең жас Кеңес одағының батыры атанды Елеусізов. 23. 1998 жылы ресейлік батыры және Қазақстанның халық қаһарманы атағы берілді Б. Бейсекбаевқа. 24. 1960 жылға қарай солтүстік Қазақстанның ауыл шаруашылық алқабы осы елдің бүкіл ауыл шаруашылығының арқасында тең болды Францияның. 25. Кеңес қоғамы саяси жүйесінің сипаты белгілеріне жатпайды. Нарықтық экономиканы дамыту. 26. Мұз қысқа уақытта жер бетін 3 рет басып еріген. Біздің заманымыздан бұрын 14-13 мыңыншы жылы осы аймақты шекарасына ауысты. Жауап Арктика. 27. Шыңғысханның Моңғолияны мекендеген тайпалары біріктіру аяқталуымен байланыстырылатын тайпалар Найман, Керейіт, Меркіт. 28. 18 ғасырда халық қасірет белдеуі деп атаған әскери шеп Горкая. 29. 1867-1868 жылдары реформа бойынша әскери билікте, азаматтық билікте тап болды, генерал-губернатордың қолында. 30. Алдын ала көздемеген төтенше шығындар жұмсауға тура келгенде тез жиналатын салық түрі қара шығын. 31. Америкалық үрдістер өздерінің рулары мен тайпаларын атады. Аю, бұғы, бүркіт. 32. Өз тәуелсіздігіне ұзақ жылдарға созылған қарулы күрес нәтижесінде 1945 жылы 17 тамызда қол жеткізді. Индонезия. 33. Португалдық отарлап жасыл мүйіс аралдары Ангола, Мозамбик,
Сан-Томе 1974 жылы төңкерісінен кейін тәуелсіздіктерін алды. Қалампыр төңкерісі. 34. Кәрі бала немесе мәңгі ұстаз деген есімі берілген ежелгі Қытай данышпаны Лао Цзы. 35. 1954 жылы Кореяны екіге бөлу декларацияны қабылдады. Женевада. 36. Ежелгі Қытайдағы тарихи жазбалар кітабының авторы Цыма Цян. 37. Еуропадағы біздің заманымыздан бұрын 2000 жылдары алғашқы өркениет қалыптасқан арал Крит. 38. 1950 жылдары және 1970 жылдардың бірінші жартысында әлеуметтік мемлекет саясаты тән болды. ақш пен батыс Еуропаға. 39. Ганнибал қауіпке қарсы ұмтылатын қаншалықты батыл болса, сол қауіп қатерлі. Сезе білетін соншалықты сақ адам еді. Оның еңсесі түсін шаршаған немесе рухы түсіп қалжыраған кезі болған емес деп жазған Рим тарихшысы Тит Ливий. 40. 1939 жылы уранның бөлшектенуінің тізбекті реакция идеясына қалыптастырады. Ферма. 41. 1839 жылы Қарашада сұлтанның жазғы сарайы Гюльхане алдында халыққа жарияланды. Қасиетті жарлық. 42. Пруссия аймағы кейбір герман мемлекеттерінің жерлері қосылғаннан кейін Рейннен Неманаға дейінгі жерді одақ құрды. Солтүстік германдық. 43. 711-718 жылдарда арабтар Гибралтар арқылы жаулап алды Испанияны. 44. 19 ғасырдың соңында Қытай жерлерін талан-таражға салуда Англия билік жүргізді. Коулунда. 45. 14 ғасырдың солтүстік Францияның Бовезн аймағында шаруалар көтерілісін басқарды. Гийом Каль. 46. Алғашқы телеграфтық желіні жасаған өнертапқыш С. Морзе. 47. 1930 жылы аш жорық деп аталатын жұмыссыздар шеруі болған ел Қытай. 48. 1915 жылы 22 сәуірде Германияның Ипр қаласында химиялық қаруды қолданудың салдарынан 15.000 адам зардап шегіп, 5.000-і қайтыс болды. 49. 1938 жылы Мюнхен келісімі бойынша Германияға қосылған облыс Сулет. 50. 20 ғасырдың соңында постмодернизм сәулетшілердің бірі Л. Мис ван дер Рое. 51. Сақтар тайпалары туралы жазба деректер қалдырған ежелгі зерттеушілер Геродот, Страбон, Диодор. 52. Қырғыз қайсақтарының қысы жазы бірдей тұра беретін, бірден бір баспанасы киіз үй болып табылады деп жазған неміс ғалымы фон Шварц. 54. Қазақстанда 1998 жылы қыркүйектен 1999 жылдың қаңтар аралығында құрылған партиялар: Қазақстанның азаматтық партиясы, Қазақстанның республикалық халық партиясы, Қазақстан аграрлық партиясы, Отан республикалық партиясы. 55. Ежелгі мысырлықтардың діни наным сенімдері бойынша табынған құдайлары Тот, Амон, Ра, Хапи. 56. Хет патшасы Табаранның кезінде орын алған саяси жағдайлар: мемлекет астанасының Хаттусанға көшірілді, Кіші Азияның көп жерлерін бағындырды, Хет мемлекеті күшейді. 57. 18 ғасырда француз буржуазиялық революциясының нәтижелері: абсолюттік билік құлатылды. 58. Үндістан-Пәкістан соғысының себептері: Кашмир ауданында даулы мәселе туындады. 59. Кемализмнің негізгі принциптері: ұлтшылдық, этатизм, республикалық лаицизм. 60. 1920-1922 жылдары Италияда орын алған саяси жағдайлар: үкімет отставкаға кетті. Дуче аталған ұлттық фашистік партия құралды. Ш. Вектор Эммануэл Бай тараптық ұстады. 61. Компартияның 1927 жылы өткен 15-ші съезі ауыл шаруашылығын ұйымдастыру бағытын жариялады. Осылай өркениеттік кооператорлар қоғамын құру идеясы КСРО-дағы социализм құрылысының құрамдас бөлігіне айналды. Ауылда корпоративтік қозғалыстың дамуы барысында еріктілік, дербестік, материалдық мүдделік шаруалар
кооперациясының бұрынғы қарапайым формаларының дәстүрлері мен басқа да факторларға назар аудару қажет деп саналды. ВБК 215 съезінде. 62. 1929 жылы қарашада ұжымдастыру міндетті туралы ұлы бетбұрыс жылы мақаласын жарияланған саяси қайраткер Сталин. 63. Қазақстанда кіші қазанмен және ұжымдастырумен қатар белсенді жүргізілген науқан. Ауыл шаруашылық өнімдерін дайындау қарсы ұйымдастырылған көтеріліс саны 372. 66. Германия алғаш рет Ипр қаласында химиялық қару қолданды. 1915 жылы 22 сәуірде. 67. 1914 жылы тамызда неміс әскерлері Шлиффен жоспарын сәйкес баса көктеп кірді Болгарияға. 68. Бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарында Англия алғаш рет танкілерді қолданған шайқас. Сомма. 69. 1918 жылдың 11 қарашасында Германия және оның одақтастары қол қойды. Компен орманында. 70. Бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарында 2 миллионнан астам адам қатысқан ірі шайқастардың бірі Марна. Екінші нұсқа. Тарих мәтіні Қыпшақтар мен Томас Мор. 1. Мерзімі 3 миллион жылға жуық палеолиттік тұрақтар табылған Якутиядағы өңір Лена өзені бойында. 2. Алтын қаптырмада салт атты адам ірі биік жылқының үстіне бейнеленген үйсін обасы теңлік. 3. Қазба жұмысы барысында үйсіндердің ескі қалаларының орны табылған өзен аңғарлары шу кеген. 4. 395 жылы ғұн жасақтары жетті Константинопольге. 5. Біздің заманымыздан бұрын 202 жылы өз жерінде Қытай әскерін жеңген ұлы билеуші Мөде. 6. Түркеш әулетінің негізін қалаушы Үшлік. 7. Билік жігіл мен яғма ақсүйектері арасында бөлінген мемлекет Қарахандар. 8. Неміс ғалымы фон Ритгофен ұсынысымен ұлы жібек жолы өзінің атауын алған уақыт 19 ғасырда. 9. Алтын Орда әскерлердің бас қолбасшысы және сыртқы саясат басшысы Басқақ. 10. 14-15 ғасырдың басында шығыс дешті Қыпшақ аумағында тайпалар мен халықтарды біріктіруде маңызды рөл атқарған мемлекет Ақ-Орда. 11. Әскері Жетіқұдық мекеніне келіп тоқтаған кезде нөсер жауын құйып қалың қар түсті деп Махмұд ибн Уәлидің шығармасында айтылған билеуші Әбілхайыр. 12. Тарихшылар қазақ хандығы қалыптасу кезіндегі ең мықты мемлекет басшысы ретінде сипаттайтын хан Бұрындық. 13. Керей мен Жәнібек Моғолстанның батыс бөлігінің жер бөліп берген билеуші Есен-Бұға хан. 14. Деректерде Бұрындық ханның белгілі сұлтаны атты әскер басшысының бірі ретінде айтылған сұлтан Қасым. 15. Абылай хан аузын айға білеген батырым деп атады Қабанбайды. 16. Сырым Датұлы бастаған көтерілісшілер жасақтарының бәріне басшылық еткен батыр Тіленші батыр. 17. Челябі мен Омбы арасында теміржол қатынасы орнады 1894 жылы. 18. 1905 жылдың желтоқсанында Оралда 5 облыстың қазақ өкілдері қатысқан съезд қарастырылған мәселелердің бірі. Сөз бостандығы мен дінге еркіндік беру. 19. Қазақстандағы индустрияландыруды жүзеге асыру барысында кездескен қиындықтар қатарына жатпайды. Тұтыну заттары өндірісінің басым болуы. 20. 1943 жылы гитлерлік жауыздардың кеудесіне қадалған 10 оқтың 9-ы қазақстандық қорғасыннан құйылды деп жазды Қаныш Сәтпаев. 21. 1926 жылы Қазақ халық ағарту институты ашылған қала Ташкент. 22. 1944 жылы Алматыда ашылған жоғарғы оқу орны консерватория. 23. Мәскеу үшін болған шайқаста Каратков басқарған 238-ші атқыштар дивизиясы қайта құрылды. Гвардиялық дивизия. 24. Тың игерудің жағымсыз салдарының бірі. Қазақ халқының ұлттық құрамы өзгеріске ұшырады. 25. 1970-1980 жылдары Кеңес одағындағы ең ірі ғарыш алаңы Байқоңыр. 26. Батыс Қазақстандағы сынтас қорымынан табылған бұйымдар
басын артқа қайырған киіктер. 27. Моңғолдардан қайырымды қала деп атағын алған қала Баласағұн. 28. Әбілқайыр ханға патша үкіметі тарапынан дипломатиялық тапсырмамен келген башқұрттың ықпалды старшыны батыры Шайымов. 29. Ыбырай Алтынсариннің педагогикалық көзқарасын қалыптастыруына оң әсерін тигізді. Ушинский мен Каменскийдің еңбектері. 30. Түркістан автономиясына қарсы жазалау шараларына қатысқан армяндардың саяси партиясы Дашнакцутюн. 31. Куличтің оң ішкі саяси шараларына 1974 жылы американдық үндістерге беру жатады. Азаматтық құқығы. 32. Ежелгі Үндістанда Шандрагупта негіздеген жаңа билеушілер әулеті Магадха. 33. КСРО мен коммунизмге қарсы күрес үшін ағылшын тілінде сөйлейтін халықтар қауымдастығын құруды ұсынды Черчилль. 34. 1955 жылы 14 тамызда ынтымақтастық және өзара көмек туралы шартқа қол қойған ұйым Варшава шарты. 35. 1962 жылы ең шиеленіскен және қауіпті халықаралық жағдай Кариб дағдарысы. 36. Қытай ағылшындар үшін 5 портты ашық деп жариялауға, Гонконгты шектеусіз уақытқа иеленуге, орасан зор мөлшерде контрибуция төлеуге мәжбүр болған келісім шарт Нанкин. 37. Грекия жеріндегі біздің заманымыздан бұрын 431 жылдан басталып 30 жылға созылған соғыс Пелопоннес. 38. Гректер өмірінде маңызды рөл атқарған қала мемлекеттердің атауы полистер. 39. Ежелгі Римнің басқару жүйесінде қалыптасқан вето сөзінің мағынасы тыйым саламын. 40. Феодализм сөзін феодтың иесіне берілетін заңды құқықтардың жиынтығы деп сипатталған түсіндірме сөздік француз. 41. Үшінші Вильгельм Оранский 1689 жылдың басында Англия королі болып жарияланған соң қантөгіссіз мемлекеттің төңкерісі болды. Даңқты революция. 42. Венгр королі 4-ші Белла Бату ханның берілу туралы талабын орындамағаннан кейін моңғолдар Венгрияға басып кірді 3 топпен. 43. Германияда 1849 жылы мамырда ұлттық жиналыс болды. Конституция. 44. 4-ші көркем Филипп Рим папасына қарсы күресте қолдау табу үшін шақырды. Бас штаттарды. 45. Англияда алқызыл және ақ раушандар соғысы болды. 1455-1485. 46. 18 ғасырда электр тоғының көзі гальваникалық батареяны ойлап тапқан физик Вольт. 47. ақш-қа Орегон, Техас сияқты жерлерді қосып алу үшін қолданылған идея айқын болашақ. 48. Слиффен жоспары сәйкес қысқа мерзім ішінде бельгиялық әскерлер Антверпенге шегіндіріліп апаратын жол ашылды. Францияның солтүстігіне. 49. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы даму жөнінде Біріккен ұлттар ұйымының 10 жылдығын жариялады. 1966 жылы. 50. Неореализмнің алғашқы шығармасы және өзіндік көркем манифесі болған режиссердің фильмі Рим ашық қала. 51. Үйғарақ қорымындағы қазба жұмыстары барысында бағалы табылған бұйымдар саз ыдыс, қайрақ, тас құрбандық. 52. 18 ғасырдың соңы мен 19 ғасырдың басында халық арасында жырлары кең тараған жыраулар Көтеш тәтті қара шал. 53. Азамат соғысы жылдарындағы Орынбор, Ташкент теміржолын басып алған әскер басшылары Дутов. 54. 1992 жылы Қазақстан экономикалық байланыс орнатты. Жапония, Корея, Моңғолия, Малайзия. 55. Мысыр перғауындары жылқыны қос дөңгелекті арбаны алдырып отырған елдер Метания мен Ассирия. 56. Ассирия мемлекетінің құлау себептері
бағындырған халықты атақонысынан көшіруі, Египет пен Вавилондағы көтерілістер, Мидия мен Вавилонның бірігіп Ассирияны жеңуі, сақтар мен медиялықтардың қауіп төндіруі. 57. Кемализмнің негізгі принциптері: ұлтшылдық, этатизм, республикалық лаицизм. 58. Қытайлық ерекшелігі бар социализм құру кезеңінің барлық жақсы істерін жалғастырушы тұлға Цзян Цземин. 59. Ел ядролық қаруға құштар емес және оны өндірмейді деп мәлімдеген үнді басшылары Неру. 1939 жылғы Молотов-Риббентроп пактісі бойынша КСРО-ның ықпал ететін аймақтарына кірген елдер: Латвия, Эстония, Финляндия, Польшаның шығыс ауданы. 62. 11-13 ғасырларда Дунайдан Алтайға дейінгі кең байтақ аймақты қоныстанған ел қыпшақтар. 63. Қыпшақтарда 16 қаласы жайлы мәліметтер келтірген Ибн Хордабек. 64. Хорезм шахы билеушілері қыпшақтармен жақындасу саясатындағы мақсаттарының бірі қыпшақ әскерін өз мүддесіне пайдалану. 65. Қыпшақ этносы мен мемлекеттілігінің қалыптасуының үшінші кезеңі 11-13 ғасырлар. 67. 1516 жылы жарық көрген мемлекеттік жақсы ұйымдастыру және жаңа утопия аралы туралы алтын кітап деген еңбектің авторы Томас Мор. 68. Томмазо Кампанелланың қоғамдық ой-пікірдің дамуына үлес қосқан еңбегі Күн қаласы. 69. Ағылшын гуманист жазушысы Томас Мор дүниеге келген қала Лондон. 70. Қайта өрлеу дәуіріндегі қайраткерлердің армандаған қоғамы теңдік пен еркіндікке негізделген. 3-ші нұсқа. Мәтін: Абылай мен ұлы географиялық ашылулар. 1. Адамзаттың қалыптасу кезеңі бөлінеді 3-ке. 2. Орталық Қазақстанда алғашқы темірден жебе ұштарын тағайындаған тайпа Есседондар. 3. Ұлы жібек жолының Ферғанадан Хорезмге дейінгі бөлігін бақылауда ұстаған ел Қаңлы. 4. Аттила жауынгерлері 451 жылы біріккен Герман-Рим күштерімен шайқасты Каталаун даласында. 5. Біздің заманымыздан бұрын 2-ші ғасырда хан әулеті күрес жүргізген Шығыс Түркістанның қала мемлекеті Хотан Қашғар. 6. Орталық Азияны бағындырған Шығыс түрік қағанатының билеушісі Қапаған қаған. 10-ші ғасырда араб географтары түркілерді ислам дінінен мүлдем жат деп айтқан Бартольд. 8. Біздің заманымыздан бұрын 2-ші ғасырдан бастап тұрақты жұмыс істеп халықаралық сауда жолына айнала бастады Ұлы жібек жолы. 9. Моңғол әскерлері қиян-кескі шайқаста толық жойып жіберген қалалар Отырар, Сығанақ, Ашынас. 10. 1203-1204 жылдары Темучин талқандаған тайпалар Меркіттер. 11. Өзінің және Ақсүйек балаларының білім алуына үлкен табысқа жетулеріне жағдай жасаған кім? Шыңғысхан. 12. Қазақ хандығының 550-ші жылдығы атап өтілді 2015. 13. 15-ші ғасырдың екінші жартысында Қазақ хандығының құрылуына себепші болған факторлардың бірі Әбілқайыр хандығы мен Моғолстанның құлдырауы. 14. Дулатидің деректерінде алғашында бұрындық ханның атты әскерінің басшысы деп сипатталған сұлтан Қасым. 15. Сырым датұлы қазақтарға қару-жарақ атты әскер азық-түлікпен көмектесу жөнінде келіссөз жүргізді Хиуа хандығы. 16. 18-19 ғасырларда батыр атанған хандар Әбілқайыр, Абылай, Кенесары. 17. 1867 жылы Сырдария мен Жетісу облыстарын басқару туралы уақытша ереженің жобасы бекітті 2-ші Александр. 18. Алаш партиясы бағдарламасының мәтінін дайындаған зиялы қауым өкілдері Бөкейхан Байтұрсынұлы. 19. 1920-1940 жылдары заңсыз қуғын сүргіннің негізгі көрінісі адам құқықтарының жаппай өрескел бұзылуы. 1926 жылы Ташкентте ашылған Қазақ халық ағарту институтының бірінші ректоры Жүргенов. 21. Тіл құрал атты оқулықтың авторы Ахмет Байтұрсынұлы. 22. Екі мәрте даңқ орденінің иегері
Ызғұтты Айтықовқа жауынгерлік борышын үлгілі орындаған үшін Кеңес одағының батыры атағы берілді. Курск шайқасында 23. Халықтан жиналған қаржыға 10 шант колоннасы, бірнеше авиация эскадрильясы, торпедалдық катерлар мен жеке ұшақтар жасады. 1942-1943 жылдар. 24. Жан басына шаққанда ет, сүт, май өндіруден Американы қуып жетіп басып озу деген аграрлық саясат ұранын көтерген саяси тұлға Хрущев. 25. Петропавл ауыр машина жасау зауытын шығарылды. Зымырандар. 26. Мезолит кезеңінде адамдар тамақ ретінде қолдана бастады. Құсты тамақ ретінде қолданды. 27. 1423-28 жылдары Ақ-Ордадағы билікті біраз уақыт нығайтқан Ұрыс ханның немересі Барақ. 28. Абылай ханның қайтыс болғанын естіп көңіл айтып елшілерін жіберген ел Қытай. 29. Араб, парсы, шағатай тілдерін жақсы білген әнші-композитор Біржан Сал. 30. 1643 жылы Қазақ хандығының жеріне басып кірген жоңғарлар билеушісі Батыр Қонтайшы. 31. Адамдар айналаға әсер ете алады деп есептеді көзқарасы арқылы. 32. Ежелгі Үндістанда біздің заманымыздан бұрын 3 ғасырда буддизмді қабылдаған патша Ашок. 34. Елді қорғаушы, күзетші, тәртіпті реттеуші топ, оларды Брахма олардың өзінің қолдарынан жаратқан. Кшатирлер, брахмандар, шудралар. 34. Біріккен ұлттар ұйымының ресми тілдерінің бірі француз. 35. Алып адам Панго өлгеннен кейін денесінен пайда болды. Табиғат пен адам. 36. Жанталасқа қарулану экономика, идеология мен әскери саладағы жаһандық қарсыластық тән. ақш КСРО. 37. Полистер туралы қала барлық жаққа көмек жібере алатындай орталықта орналасуы қажет. Қалаға егін шаруашылығы өнімдері, ағаш материалдары және басқа қажетті жабдықтар оңай жеткізілетіндей болуы керек деп жазды Аристотель. 38. 1975 жылы бұрын Португалия отарлары революциялық үкіметтер құрылды. Ангола мен Мозамбикте. 39. Гай Юлий Цезар өктемдік орнатқан ел Мысыр. 40. Батыс Еуропада натуралдық шаруашылық үстемдік құрды. 6-10 ғасырларда. 41. 3 Генрих тұсында осы құжат бойынша король халыққа біраз жеңілдіктер жасап, шетел көпестерін Англияға емін-еркін келіп кетулеріне рұқсат берді. Еріктіліктің ұлы хартиясы. 42. 1291 жылы құрылған кресшілердің соңғы тірегі Акра. 43. 1223 жылы моңғолдарға қарсы қыпшақтар мен орыстардың біріккен әскері жеңіліс тапқан өзен Калька өзені. 44. Еуропада қара індет салдарынан тұрғындардың қазаға ұшырағаны 1/3. 45. 16 ғасырда Франция мемлекетінің қазіргі кездегі шекаралық аумағына сәйкес өз жерлерін біріктіруді толық аяқтаған 3 Генрих. 46. 1603 жылы Жапонияны біріктіріп, Сегун атағын алды. Токугава. 47. 1857-1859 жылы сипайлар көтерілісінен кейін Англияның Үндістандағы саясатына енгізілген өзгерістердің бірі. Үндістан істері жөніндегі арнаулы министрліктер құрылды. 48. 1865 жылы жазушы Намк Кемал жетекшілік еткен жасырын ұйым Жас Османдар. 49. 19 ғасырдың соңғы ширегінде Италия экономикасының артта қалу себептеріне жатпайды. Әрі жер иеленушілік. 50. Монро доктринасы елдің сыртқы саясатына үстемдік етті. Неше ғасыр? 1. 51. 1957-1958 жылдары Бесшатыр қорымын зерттеген археологтар. Ақышев. 52. Далалықтарда тері өңдеу үшін қолданылған әдістері. Еті мен майын сыдыру, кептіру, ашыған сүт және ұн тұзды суға салу. 53. 1918 жылы 3 шілдеде Атаман Дутов жаулап алған қалалар Орынбор, Челябинск, Тройск. 54. КСРО ыдыраған соң оның ядролық қаруы осы мемлекеттерге орналасты.
Ресей, Украина, Беларусь, Қазақстан. 55. Мысыр Ніл өзенінің ағысына қарай бөлінеді. Жоғарғы Египет, төменгі Египет. 56. Оңтүстік Батыс Азияда әскери өнерді дамытқан елдер. Ассирия, Финикия. 57. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін 5 держава келісіміне қол қойған мемлекеттер. Ұлыбритания, ақш, Жапония, Франция, Италия. 58. Шығыстың басқа елдерінен Үндістан мемлекетінің айырмашылықтары. Күш көрсетпеу, ұлттық дәстүрге беріктік. 59. Таяу шығыс пен солтүстік Африкадағы наразылық шерулері мен демонстрациялар аталады. Араб көктемі. 60. 1931 жылы Испаниядағы буржуазиялық демократиялық революцияның нәтижесі. 13. Альфонс тақтан кетті, Испаниярес болып жарияланды. 1955 жылы сәуірде Азия мен Африканың 29 елінің конференциясы шақырған ел Бандунг. 61. 1971 жылы Абылайхан жорық жасауға мәжбүр болды қырғыздарға. 62. Орыс ғалымы Крафттың сөзімен айтқанда бірде Ресейге, бірде Қытайға, енді бірде Жоңғарияға шайқаста көріне білген қазақ ханы Абылай. 63. Өзінің еңбегінде Абылайдың атын тіпті Сібір қазақтарының ұраны ретінде пайдаланылатыны туралы жазған қазақ зиялысы Әлихан Бөкейханов. 64. Абылайхан бүкіл 300-дің ханы болып сайланды 1771 жылы. 65. 1779 жылы Абылай ханның қырғыздарға жасаған жорығының нәтижесі бейбіт келісім жасалды. 67. 1492 жылы Испания жағалауындағы Паллос қаласында саяхатқа аттанған саяхатшы Христофор Колумб. 1497 жылы 8 маусымда Гамманың 4 кемелі экспедициясы сапарға аттанған форт Лиссабон. 68. Өз күнделігінде Африка жағалауындағы тұрғындары құлаққа тағатын мыстан басқаны бағаламайды және өздері шетінен батыл келеді деп жазған саяхатшы Васко да Гама. 69. Жаңа ашқан жерді Америка деп айтқан ғалым Вальдземюллер. 70. Ұлы географиялық ашылулардың нәтижесіне жатпайды. Байырғы тұрғындарға саяси бостандықтардың берілуі. 4. Нұсқа Ресей ғалымдарының Қазақстанда зерттеуі және Бірінші дүниежүзілік соғыс. 1. Шығыс Африка аймағында ағылшын антропологтері Дерт пен Люкс алғашқы адамдардың тасқа айналған сүйектерін тапқан 3 миллион жыл бұрынғы. 2. 447 жылы Балқан түбегіне басып кіріп, Грекияның 60-қа жуық қаласын жаулап алған ғұн билеушісі Атилла. 3. Ауқатты үйсіндердің қыстаулары орналасты Мойынқұм мен Балқаш аралығында. 4. Өз орталығын Жоңғария жеріне көшірген солтүстік ғұндардың билеушісі Чжи. 55. Ғұндар мен ютижилер арасында 30 жылдық соғыс аяқталды. Лаушан. 6. 6 ғасырдың 80 жылдарының соңында түркілер одақтасқан ел Парсы. 7. Қарахан мемлекетінде ислам діні мемлекеттік дін деп жарияланған мерзім 960. 8. Қытай императоры Удидің батыстың беймәлім елдеріне жіберген елшілік керуені жолға шықты. Біздің заманымыздан бұрын 138 жылы. 9. Тәуке хан тұсында Қазақ хандығының ішкі және сыртқы саясатындағы маңызды мәселелерді шешетін тұрақты жүйеге айналды. Билер кеңесі. 10. 14 ғасырда Алтын Орда тәуелділікті түпкілікті жойған Ақ Орда хандары Ерден мен Мүбәрак хандар. 11. Орталық Азияның біраз елдерінде Будда ілімін таратушылар соғдылар. 12. Мұхаммед Хайдар Дулатидің деректері бойынша Әбілхайырдан Керей мен Жәнібек ханға барып қосылған адам саны 200 мың. 13. 16 ғасырдың бірінші 10 жылдығында қазақтардың күресі бағытталды Сырдария қалалары үшін. 14. Қазақ хандығына 30 жылдан астам уақыт бойы билік құрған хан Бұрындық. 15. Қырғыздарда әскери өнер қасиетті саналып, онымен бүкіл халық айналысты деп жазған зерттеуші Гавердовский. 16. 1797 жылы кіші жүз ханы болып сайланды Айшуақ. 17. 1854 жылдан бастап аға сұлтандыққа сайлана алады. Шыққан тегі Шыңғыс әулеті емес адамдар. 18. 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалыстың себептеріне жатпайды. Қымбатталған бағамен малдың алынуы.
19. 1931 жылы ұжымдастыру мен ет дайындау ауыртпалықтары салдарынан Табын және Адай руларының қазақтары көшкен жерлер: Түркменстан, Қарақалпақстан. 20. 1919 жылы 26 желтоқсанда Ленин қол қойған жарғы: РКФСР халық арасында сауатсыздықты жою туралы. 21. Шоқан Уәлиханов жазып алған Едіге Батыр жайында Ер Едіге эпосын қазақ тіліне аударды. Сәтпаев. 22. Әскер педагогика, әскер психология саласында мұра қалдырған дара тұлға: Бауыржан Момышұлы. 23. Ұлы Отан соғысы қызып тұрған кезде іске қосылған республика қара металлургиясының ең тұңғышы Жезқазған мыс комбинаты. 24. КСРО-да бүкіл өнеркәсіптік салалық министрліктер жойылды 1957 жылы. 25. 1961 жылы КП ОК пленумында Қазақ КСР министрлер кеңесі төрағасы қызметінен босатылды. Тәшенов. 26. Кеңес үкіметі 1918 жылдың көктемінде тез мемлекет құрамына алған кенші Екібастұз Ридер Қарағанды. 27. Атақты Толғау, Аллам жар, Бақсы күйлерін шығарған қобызшы Тілеп Аспантайұлы. 28. 1728 жылы Ұлытауда Қара Сиыр деген жерде қазақ жасақтары ірі жеңіске жетті. Бұланты. 29. Абайдың саяси көзқарасының қалыптасуына ықпал еткен зиялы тұлғаға жатпайды. Эссен. 30. Қазақстанда кеңес үкіметінің орнауының ерекшеліктерінің бірі ұлт-азаттық және аграрлық қозғалыстың ұштасуы. 31. Ежелгі адамдар өлгеннен кейін рух пен жан өмір сүре береді деп ойлаған діни ұғым: анимизм. 32. 1947 жылы маусымның басында мұсылмандар лигасы Оқ синхалардың және Ұлыбританияның басшылары қолдаған құжат: Маунтбеттен жоспары. 33. Үнді касталық жүйесіндегі шудралардың міндетті қызметі: өзінен жоғары топтарға қызмет ету. 34. 1963 жылы Мәскеуде атмосферада, ғарышта және су астында ядролық сынақтарға тыйым салу туралы шартқа қол қойылды. КСРО, ақш, Ұлыбритания. 35. Шыңғысханның ясса деп аталатын заңдар жинағы неше бөлімнен тұрады? 5 бөлімнен. 36. 1962 жылы 22 қазанда Кеннеди Кубаға жеткізілетін барлық қарулардың түрлерін жариялады. Карантин. 37. 1972 жылы мамыр айында кезекті кездесу өткізген ақш президенті мен ККП ОК хатшысы Брежнев пен Никсон. 38. 1893 жылы ақштың стратегиялық қорғаныс бастамасын ұсынған президент Рейган. 39. Елде тыныштық орнатып, Рим тұрғындарын мүлкі мен байлығы бойынша топқа жіктеген патша Сервитули. 40. Натуралдық шаруашылықтың белгісі: орталық мемлекеттік билік күшті болды. 41. 1839-1870 жылдары жүргізілген әскери салада емес, әлеуметтік-экономикалық салада өзгерістер енгізу мақсатын қойған реформа: Танзимат. 42. Кресшілердің Византияда құрған мемлекеті Латын империясы. 43. 750 жылы Әбу Мүсілім бастаған көтерілістің нәтижесінде Омейя әулеті билік басынан қуылып, оның орнына келді Аббас әулеті. 44. Ағылшындардың 100 жылдық соғыстағы жеңістерінің дұрыс реті: бірінші Кале портын басып алды, екінші ресми маңындағы шайқас, үшінші Пуате шайқасы. Креси 1346 жылы, Кале 1347 жылы, Пуате 1356 жылы. 2-1-3. 45. 1938 жылы Австрияны қосып алғаннан кейін Гитлер вермахта бағындыру туралы құпия бұйрық берді. Румынияны. 46. Тұқым қуалаушылық туралы ілімнің негізін салушы австриялық биолог Мендель. 47. 1861-1865 жылдарда ақштағы азамат соғыс нәтижелерінің бірі: құлдардың құқықтарынан біртіндеп айыратын заңдар жариялады. 48. 27 тамызда 1916 жылы Антанта жағындағы соғысқа қосылып, бірақ шайқастың аяғына қарай жеңіліп қалды. Румыния. 49. Берлин, Рим, Токио үш бұрышты пайда болды. 1937 жылы. 50. Шығармалары кеңінен танымал болған қарсыласу кезеңінің өкілі коммунист француз ақыны Елюар. 51. Парсы соғыстары нәтижесінде ыдыраған массагет қоғамынан бөлініп шыққан тайпалар: Алан, Арос, Дах қаңлы. 52. Абылайхан тұсындағы Дәнәгөй жыраулар: Тәттіқара, Үмбетей, Бұқар. 53.
1918 жылы Ленинмен Алаш қазақ автономиясын тану туралы келіссөздер жүргізген қазақ зиялылары Бөкейханов, Ғаббасов. 54. Біздің заманымыздан бұрын 6-3 ғасырларда тасмола мәдениетін қалдырған тайпалар Ессадондар. 55. Африканың солтүстік шығыс бөлігінде қалыптасқан ежелгі Египеттің ерекшеліктері әлемдегі ең үлкен әрі ұзын Ніл өзені ағып өтеді, ежелгі заманда Қара жер деп атаған. Өзен аңғарларында малахит, гранит сияқты қымбат тастар болды. 56. Қос дөңгелекті арбаларды маңызды соғыс құралы ретінде пайдаланған мемлекеттер: Мысыр, Ассирия, Урарту-хет. 57. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін 4 держава трактатына қол қойған елдер: Ұлыбритания, ақш, Франция, Италия. 58. Гомендан өкіметіне өз саясатын аса ауыр түрде жүргізуге мәжбүр еткен жағдайлар: коммун арасындағы азамат соғысы, әлемдік экономикалық дағдарыс, Жапон импер басқыншылығы. 59. Қытай басшысы Дэн Сяопиннің жүргізген реформалары: коммуналар жойылды, отбасылық мердігерліктер құрды. 60. 1935 жылы Италия мемлекетінің басып алған елдер: Эфиопия. 62. Криловтың қырғыз, қайсақ және қарақалпақ ордалары атты еңбегі сипатталады. Орта Азия халықтарының мәдениеті. 63. 18 ғасырдың соңында жарық көрген зерттеуші Георгиттің еңбегі: Ресей мемлекетін мекендейтін барлық халықтардың тұрмыс салттары, тұрғын жайлары, киімдері. 64. Алғашқылардың бірі болып қоныс аударушы орыстар мен жергілікті қазақтар арасында өзара түсіністік жайлы айтқан кім? Потанин. 65. Орынбор өлкесінің Колумбы атанған орыс зерттеушісі кім? Ричков. 66. Германия алғаш рет Ипр қаласында химиялық қару қолданды. 1915 жылы 22 сәуірде. 67. 1914 жылы тамызда неміс әскерлері Шлиффен жоспарына сәйкес баса көктеп кірді Бельгияға. 68. Бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарында Англия алғаш рет танк қолданған шайқас: Сомма. 69. 1918 жылы 11 қарашасында Германия және оның одақтастары қол қойды Компьенен орманында. 70. Бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарында 2 миллионнан астам адам қатысқан ірі шайқастардың бірі Марна. 5. нұсқа мәтін: Ислам дінінің тарихы мен руна жазбалары. 1. Алғаш рет саналы адамның сүйегі табылды Франциядан. 2. Қаңлы мемлекетінің билеушісі тұрған қаланың Қытай деректеріндегі атауы Битян. 3. Үйсіндер туралы: тек шөбі-шүйгін сулы жерлерге малмен бірге көшіп қонып жүреді деп суреттейтін дереккөз Қытай. 4. Біздің заманымыздан бұрын 71 жылы ғұндарды батыстан басып кірген ел үйсіндер. 5. Қаңлылардың егінші археологиялық мәдениеті: Отырар, Қаратау. 6. Түркі тайпаларының иеліктерін Хуанхэ жағалауларына дейін кеңейткен қаған Бумын. 7. 999 жылы Орталық Азиядағы Самани мемлекеті талқандалды Қарахан. 8. Түрік қағанатының билеушілері шыққан ру Ашина. 9. 13 ғасырдың ортасы 15 ғасырдың басында Шығыс Дешті Қыпшақ аумағында өмір сүрген мемлекет Ақ-Орда. 10. 1457 жылы Сығанақ түбінде Әбілхайырдың әскерінен жеңіліске ұшыратты ойраттар. 11. Әбілхайыр қайтыс болған соң өзбек хандарының иеліктерінде берекесіздік пайда болды деп жазған Ибн Рузбихан. 12. Керей мен Жәнібекті қарсы алған Моғолстан билеушісі Есенбұға. 13. Қазақ тілі қалыптасып, тұрғындар бірыңғай антропологиялық түрге ие болды. 14-15 ғасыр. 14. Қазақстан тарихында жігерлі, құдіретті билеушілер ретінде енген хан Хақназар. 15. 1716-1719 жылы билік еткен қазақ ханы Хайып. 16. 1784 жылы Оренбург губерниясының бастығы болып келді Игельстром. 17. 1867-68 жылдардағы реформалар бойынша ауыл старшындары мен болыстыққа үміткерлердің жас мөлшері 25-тен кем болмауы тиіс. 18. 1916 жылы ұлт-азаттық қозғалыстың себептеріне жатпайды. Тартып алынған жерлердің қайтарылуы. 19. 1930 жылы аштық, суық, жұқпалы аурулардың нәтижесінде 2 миллион 100 мың қазақтың қырылғанын атап көрсеткен ғалым Қозыбаев.
26 ұлттық жазудың реформаторы Байтұрсынұлы. 21 Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті және Тау-Кен институты ашылды 1934 жылы. 22 Ұлы Отан соғысының алғашқы күндері армия қатарына шақырылған қазақстандықтардың саны 1.200.000. 23 Ленинград түбіндегі ұрыстарда 50-ден астам дұшпанның көзін жойып, жау дзотының кеудесімен жауып ерлікпен қаза тапты. Баймағамбетов. 24 1960 жылы Қарағанды металлургия зауытының қорыту пешке іске қосылуының нәтижесінде республикада алғаш рет өндірілді шойын. 25 Шаяхметовтің орнына Қазақстан Компартиясы ОК бірінші хатшысы болып тағайындалды Пономаренко. 26 Бауыржан Момышұлы Кеңес одағының батыры атағы берілген жыл 1990 жылы. 27 Мауреннахрдың билеушісі Әмір Темір басқыншылығына қарсы күрес жүргізген Ақ Орда ханы Ұрыс хан. 28 1716 жылы Қазақ даласына елшілікке келген Тобыл бояры Никита Белоусов. 29 1857 жылы Орынбор шекара комиссиясы жанындағы мектепті алтын медальмен бітірген қазақ зиялысы Ыбырай Алтынсарин. 30 Алашорданың батыс бөлімінің төрағалығына сайланды Бөкейханов, Досмұхамедов, Кемеңгеров, Дулатов, Аймауытов. 31 Біздің заманымыздан бұрын 18 мыңжылдыққа тән Ласко үңгіріндегі сурет табылған ел Франция. 32 Үндістандағы индуизмнің басты үш құдайы бірге бейнеленген мүсіндер атауы Тримурти. 33 1956 жылы Египетте қарсы жүргізілген француздар мен ағылшындардың соғысы жеңіліске ұшыраған соң Суданның толық дербестігін мойындады Англия. 34 1950 жылдары Оңтүстік Кореямен бірігуді жоспарлаған КХДР-ның басшысы Ким Ир Сен. 35 1973 жылы Бас Ассамблея конвенциясында қабылданды апартеидті жою туралы. 36 теракторлық әскер мүсіндері жасалған ел Қытай. 37 Біздің заманымыздан бұрын 12 ғасырда Спарта мемлекетінің негізін қалады Дориліктер. 38 1973 жылы Бас Ассамблея қабылдаған конвенция көздеген мәселе апартеидті жою. 39 Біздің заманымыздан бұрын 74 жылы байлардың озбырлығына қарсы көтеріліске шыққан гладиаторлардың басшысы Спартак. 40 1926-1927 жылдары физика ғылымының жаңа бағыты реалистивтік кванттық механиканы қалыптастырған ғалым Дирак. 41 1786 жылдан бастап түрлі бағыттардағы пошта күймелері дилижанстар тұрақты түрде бастады Лондоннан. 42 Еуропа феодалдарының таяу шығысқа жасаған әскери жаулаушылық крест жорықтары жасалған уақыт аралығы 96-1270. 1215 жылы ұзақ соғыстан кейін Шыңғысхан әскері алды Пекинді. 44 1356 жылғы Жакерия көтерілісі әсіресе кең ете қалған қала Бавези. 45 1238 жылы ақпан айында бату бағындырған орыс қаласы Владимир. 46 капиталын осы елдің экономикасының дамуына салудың нәтижесінде 1891 жылы Үнді жеріндегі теміржолдың ұзындығы 27.000 шақырымға жетті. Ағылшындардың. 47 ақш бірқатар аумақтарды қосып алу үшін айқын болашақ идеясын қолданылған жерлер Орегон, Техас. 48 шығыс деген ұғым азиялық өркениетке қатысты айтылатын 18 ғасырдың басында. 49 орталық және оңтүстік шығыс Еуропа елдерінің кеңестер одағының бақылауына өтуіне жол бермеуге ұмтылды ақш пен Ұлыбритания. 50 1947 жылы Үндістанда діни принцип негізінде құрылған екі доминон Пәкістан мен Үндістан. 51 үнді-ирандық сақтардың арғы тегі андроновтықтар екендігін дәлелдеген антропологтар Ысмағұлов. 52 атақты қобызшылардың бірі Тілеп Аспантайұлының күйлері Толғау, Бақсы, Алламжар. 53 1917 жылы Қазақ өлкесінде уақытша үкіметтің жүргізген іс-шаралары Жетісу облысының зардап шеккен тұрғындарына көмек көрсету, әскерге алғандарды қайтару, жалпыға бірдей еңбек міндеткерлігін жою. 54 жылымық кезеңіне ақталған мемлекет қайраткерлері
Миразян, Меңдешев, Аспандияров, Жандосов, Нұрмақов, Розыбакиев. 55. Ежелгі Мысырда күш, көлік ретінде үлкен рөл атқарған жануар түйе. 56. Адамзат тарихындағы өнертабыстың бірі қос дөңгелекті арбаның маңыздылығы. Империяның пайда болуына мүмкіндік туды, арбалар жедел тасымалдау үшін қолайлы болды, жаңа жерлерді тез бағындыра алды. 57. Вена конгресіне жетекші рөлдерді атқарған мемлекеттер: Ресей, Пруссия, Австрия, Англия. 58. 1923 жылы 29 қазанда Түркия республика болып жарияланғаннан кейінгі өзгерістер: зайырлы республика болды, ел жаңадан жаңғыру жолына түсті, жаңа Түркияны тануына тура келді. 59. 20 ғасырдың басына қарай Сирия мен Ливия экономикасы тәуелді болды француз капиталына. 60. 1935 жылғы Ағылшын-Герман келісіміне сәйкес Германияның иеленген құқығы: су асты кемелерін құру, су бетіндегі флот құру. 61. 960 жылы исламды мемлекеттік дін етіп жариялаған Қараханды хан Сатух Боғра. 62. Ислам идеологиясын түркілер дүниетанымымен байланыстырған ғұлама Қожа Ахмет Яссауи. 63. Орта Азия мен Қазақстанның мұсылман қауымы пір тұтады Арыстан бабты. 64. Исламдағы түркі тайпаларының негізін қалаушы Қожа Ахмет Яссауи. 65. Исламдағы түркі танымының негізін қалаушы Яссауи. 67. Ежелгі түркі жазба ескерткіштер табылған жерлерге жатпайды Тарым. 68. Руналық жазбалардың саны 6000-ға жуық. 69. Руна жазуын ұзақ уақыт пайдаланған елдердің бірі Исландия. 70. Руна жазуына ұқсас көне түркі жазуы қолданылды Кіші Азияда. Назарларыңызға рахмет. Басқа да нұсқаларды келесі видеолардан таба аласыздар. Сұрақтар WhatsApp желісінен алынған, әріптестердің дайындауымен жасалған. Видео ұнаса каналға жазылып, лайк баса кетуді ұмытпаңыз. Қажет десеңіз, өз әріптестеріңізбен бөлісіңіз. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Рахмет.